Бәріне сәлем достар. Мен қазір Испанияда Мадрид қаласында. Осы Европаны қымбат дейді ғой. Көрсетейін деп тұрмын. Сонда супермаркетке аштым, үйге өзімізге қазір жейтін нәрселер андай алуға. Сол қандай тауарлардың өзім алатын тауарларды көрсетемін, соның байда тауарларды көрсетейін. Бағалары қандай екен, продуктылардың бағалары қандай екен бұлардың. Қымбат па, арзан ба, бізбен салыстырғанда. Кеттік. Нандар осындай ұзын болып сатылады екен. Баги десме сондай. 0,66 евро, 0,49 евро, 0,66. Так, мыналар уже 1,32. Обычный нан жоқ екен. Мына сияқты нандар бар екен. Кесілген нандар 2,25. О, мынау уже қымбат. 2 евро 1000 теңге ғой. Онда ше жаңағы ұзын нанды алайық. 0 деп тұрғанда 0,97, 0,70 дейді. Осыны көреміз. Мынандай трубочкалар 3,99, 4 евро почти. Қымбат. Бізбен салыстырғанда қымбат, иә. Тағы не бар? Мандарины 2,69. Груша 2,29. Лимон 2,24 евро. Мәселер. Морковь 1 евро. Это 530 теңге 1 евро дейді. Капуста 1,49. Бұл килограмм шығады. 1,49. Картошка 0,95 чеснок. Картошканың бағасы что-то жоқ жазылмайды. Кивinin бағасы 1,49 евро. Төсті аударасын. Көрсетіп тұрады анам қандай екен. Жидкий йогурт дейді, йогурт екен. 1,45 евро 1 литр. 1 литр ма, 1,5 литр ма, үлкен екен өйтір. 1,45 нормально негіз. Біз жақта досы баға ой деймін білмеймін. Жетінінде кальмар, нешетін сатады. Свежий, мұз үстінде. Бірақ біз мұнайын сет алмаймыз. Сондықтан қарамайық та қойын. Кетчуп бірдеңке алайын деп едім, или на супермаркет сондай ма, мынадан басқа кетчуп көріп тұрған жоқпын. 4,45 дейді бағасы. 4,45 басқа кетчуп жоқ, или нормал бағасы. Кетчуп. Басқа кетчуп көріп тұрған жоқпын, арзандау. Негізі бар шығар. Кішкентай супермаркет. Мен любой супермаркет кіре салдым ғой тұр. Негізі Маркадонаға барғым келген, жанында тұрған. Ол жабық екен. Меркадона ма? Жаңағы басқа супермаркет болып, мен басқа супермаркетке келдім. Жаңағыдай көп нәрсе, мен алғым келген нәрселер жоқ екен. Басқа супермаркетті ары қарай жалғастыра берейін. Жаңағыдай батондар қайтадан мұнда алдым. 0,63-тен алдым. Енді осы супермаркет көрсететін болдым. Бағана анда қанша болды? 2,25 мұнда. Сырларды өте көп сатады екен. Сырлардың бағалары. Мен сырды особо білмеймін. Көп жемеймін сыр. Содан қайсысы қандай екен түсінбей жатырмын. Мына жердің, айландыра сыр ғой. Жетің бәрі сырнай жетің. Негіз осы жақта ғой, негіз Италия, Испания, сырлар көп шығады. Жасайтын жерлер отаны. Содан кейін болар.
Өте көп сырлар. Каждый супермаркетінде. Бағанағы йогурт емес пе? 1,39 екен, да? 1,39. Клубничный аламыз. 1 килограмм. Килограмм емес, литр шығар. Или мұнда килограммен сатам екен. Килограмм деп жазылып тұр, я. Йогурт. Анан. Нутелла сияқты керек, но бірақ үлкен екен. 3 евро ғой, почти 3 евро. 3 евроға мынандай үлкен банка нормально негізі. Қымбат емес. Мен бірақ мынандай алам ба деп тұрмын. Сол сияқты шығар бұл да. Крем демек сол. Крем дейді. Шоколадный крем қойдым. Бірде 2 евро ғана. 2 евро, 1000 теңге. Магазинде уже кетчуптың түр-түрі бар екен. Мынандай, таныды бірақ тұр. Осы супермаркетке келгенім жақсы болды. Енді әртүрлі 1 евро, 1,3 евро, 0,998, бірақ мынау үлкен болып тұр маған. Маған жолға алып жүргенге керек, сол мынау ыңғайлар ал сияқты жолға алып жүргенге. Енен алсайын бар. Одан қарағанда арзанға. Орын көп аламын екен. Біздікі сияқты пакеттегі жоқ екен, орын алмайды олар. Сумкадан көп орын алама. Андай китайский бапша сияқтылар. Не үлкен пастама бірдеңке. Андай тұсқа салынғандар. Бағаларын көріп тұрған жоқпын. Мынау 1,90 дейді. Кешегі магазиннен арзан қалаған мен дейсі. 1,50 дейді. Батырақ екен. 700 теңге ба? Сонша болады ғой не? Кеше аны жақта бір супермаркеттен арзан қалған 0,1 теңгеге. Алмаймын, сонан аламын. Тұздың бағасы енді бәрі алатын нәрсе тұз ғой. 0,34 евро. Агумекс. 1 килограмма 1,5 евро. 1,5 евро это қанша? 500-800. Енді сол Испаниядағы адамдардың бір айлық табысы біздікімен салыстырғанда шамамен 8 есе көп деп есептесек, онда ше олар үшін бұл бағалар көп қымбат емес сияқты.